Recording in progress. Все, запись кетті. Так, қайырлы кеш, құрметті ағайындар, достар, бауырлар. Мен сіздерді құттықтаймын. Біздің жаңа каналға 1000 подписчик жиналды. Керемет. Скорее всего, сол сіздер шақырып жатқан сияқтысыздар. Жалпы керемет. Идеально. Енді мен мынандай нәрсені, мынандай тақырыпты өткім келіп тұр. Мынаны жасау керек емес бұл бізге. Вот. Бүгінгі тақырып жалпы осы. Ең бірінші мына тақырыпты талқылап алайық. Содан кейін как раз мына тақырып шығады. И артынан мына тақырып шығады. Так, все, экран көрініп тұр, дауысым естіліп тұр, запись кетіп жатыр. Я думаю, все нормально. Мен өзім онша жақтыртпаймын. Сигнал бергенді өздеріңіз білесіздер. Бірақ енді бүгін бір жақсы көңіл күйде болып сигнал бергем. Рынок бүгін таңертең осындай состояниеда болды. Мына жерде бір 300-400 пипс жүріп тастаған какой-то бір минуттың ішінде. Соған қарамастан не надо деп отырып осындай бір сигналды бердім. РР 12-ге 1, то есть например, там, не знаю, қолыңызда сіздің $1000 болса, сіз $100 рискке қойған болсаңыз, мына жерден сіз $1200 плюспен шығатын едіңіз. Мына жақта енді аудиолар, анау-мынау, тейк-мейк, туда-сюда. И тақырып мынау. Менің сіздерге айтайын деген сұрақ. Мына тақырыпқа келмей тұрып сұрақ. Вот, например, мен айтам ғой, там риск 1% или риск 5%, қолыңда $1000 болса, соның там $100 рискке қойсаң деп айтам ғой. Соны қаншалықты сіздер түсінесіздер? То есть технический моменттерін там, не знаю, мен айтам, например, вот мен жаздым бүгін, рынок өте опасный болды. Мына жерде өте опасный болды рынок. И поэтому мен айттым, риск 1%. Вот соны қаншалықты сіздер түсінесіздер? Например, сізде там $1000 бар, риск 1% ол қанша? Ол там, ну, например, $10. Оны қалай сіз лотпен есептеп қоясыз? Сол жағын ойланып көрдіңіздер ме? Жалпы. Я енді лот арқылы есептейді ғой. Жалпы, вот, например, мен сигнал бердім. Міне, там, мен жаздым там, риск 1%. Я вот қанша жоғалтуға дайынсың деген ғой, ол түсінікті. 0,1 лот дейді, 0,2 лот дейді. Тағы да кім қалай ойлайды? Мне кажется, сіздерде осымен проблема. Вот 0,01 мен 2 рет ашу. Қандай логикамен айтып жатырсыз? $1000-ның 1% ол $10. Қайрат Аманжолович. Бір лот деп түсіндім, бір штук. Жоқ, қараңыз. Лотты санай білу ол маңызды. Доливка деген нәрсені қою керек. Доливка деген нәрсе болмау керек. Вот, то есть, есептейсіздер ғой, например, вот, мысалға, давайте мынаны есептейік. Вот, Нұржан айтып отырған осы ғой. Қазір, например, Нұржандарда ондай проблема жоқ. Лот есептеу, анау мынау деген. Потому что біз нені сатып алдық, как его? Советник сатып алдық. Жарайды, мысалға сізде советник жоқ дейік. Жарайды, мысалға сізде советник жоқ дейік. Но енді сіздерде хотя бы не бар ғой? Чат GPT бар ғой?
Мен қазір формуламен есептеп көрсете аламын негізінде. Так, мынаны былай жасайсың деп ше. Оны бәрібір сіздер үлгермейсіздер. Сигнал келген кезде и тому подобное. Поэтому енді мен жаңа рұқсатын алғам, түрін танып қоймайтын шығарсыздар. Мына жақты көрсетейінші. Ә, Мына жақта айтып жатыр да, то есть депозиттің бәрі бар, бірақ жұмыс істей алмай жатырмын дейді да. Там түсіне алмай жатырмын дейді. Теория бар, бірақ практика жоқ дейді. И менің айтуым бойынша ол мынандай нәрсе. Пока сіздер, так, бір минут, мен ана камераны қоспасам сөйлесе алмайтын сияқтымын. Так, бір минут, бір минут. Пофиг, тұра берсін. Так, пока сіздер осыны түсінбегенше, то есть рискті қалай дұрыс санау керек, стоп лосспен жұмыс жасау керек дегенді пока түсінбегенше, мен мына жақтан қанша стратегия берсем де, қанша білім берсем де, просто тупо қадала бересіздер. Мен, например, қазір біз оған келеміз, қалай санау керек екенін. Мен, например, бүгін мына сигналды сіздерге бердім. Мынаны бердім. 1-ге 11, 1-ге 12 жасап берді. Проблем жоқ. Міне 1-ге 12, 1-ге 11, 1-ге 12 жасап берді. Проблем жоқ, е? Мынаны берген жоқпын. Хотя бұл 1-ге 22 жасап берді. Оның істейтіні белгілі болып тұрды. Оның бәрін лайфтрейдте көрсетемін. Мына ликвидность. Жаңа бізде Бақжан бет, Бақжанар. Сол кісі сұраған, сіз трейдті қайда қоясыз анау мынау деп. Мен ликвидностьқа қоямын деп айтқам. Мынаның бәрі ликвидность, осылай келіп алды. Потом мына жерден кірдім 1-ге 10. Потом мына жерден кірдім 1-ге 20. Неге мына жерге именно? Өйткені міне ликвидностьтар тұр. Мен ары қарай бағаның кетіп қалатынын білген жоқпын, и білу де маған қызық емес. Ал енді осының бәріне дұрыс кіру, жаңағы пайда табу, анау мынау жасау үшін сіздер міндетті түрде лот санауларыңыз керек. Мен сіздерге айтуыма болады, және так и так сол сливать етіп жатқан нәрселеріңіз ғой, жаңағы так и так сливать етіп жатырсыздар ғой. Лучше осы бір роботты алып, телефонмен емес, компьютермен торговать етуді үйрену керек. Міне, мынау робот $50 тұрады. Осыны бір сатып алсаңыз, сізге лот санаудан проблем болмайды. Спокойно аласыз да лотыңызды санап жүре бересіз. Бұл менің роботым емес. Бұл бір Фатима Амири деген бір кісінің несі, роботы. Осыны жаңағы сатып алып $50 тұрады. Өзіңізге жаңағы компьютеріңізге қосып қойып жұмыс жасасаңыз болады. Ол маңызды және керек нәрсе. Жарайды, біз, например, мынаны есептейік. Вот мынаны есептейік. Мынаны. Сіздер былай жазуларыңыз керек. Там, например, пара how USD депозит $1000. Потому что кейбір кезде сіздерге айтуы мүмкін, лучше кірмей ақ қоя сал деп, потому что сенің лотың жетпейді деп айтуы мүмкін. Плечо бізге қызық емес. Твою мать. Точка входа 41.81 225. 81 225. Ондықтан қарасам да экраныңыздың жазулары кішкентай болып көрінбей тұр. Үлкейте аласыз ба? Енді бұны үлкейте алмаймын, бұл өзі стандартный ғой. Стоп лосс 41.80 500.
Әсем, мен білем оны контрол басып көтеруге болатынын, просто маған ол ыңғайсыз. Так вот, міне мына текстті алып аласыз, жазасыз, например, пара how USD, депозит $1000, точка входа мен стоп лосс жазсаңыздар болды. Сізге тейк жазудың қажеті жоқ. И мына жерге өзіңіз қалаған риск жазасыз. Далее деп жібересіз. Вот сізге 0,14 лот деген шығарып берді. Понимаете, то есть қараңыз. Иә, понимаете, то есть қараңыз. Бізде стоп өте аз, даже $1 да жетпейді. 0,725, то есть 7 пипс деген сияқты ғой, типа. Это означает, что how USD на золоте бірдеңке, 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 теперь считаем нужный объем, бәріне істеді 0,14. 0,14 деген лотпен сіз кіре аласыз. Енді бүйтеміз. Если фейк, бізде осылай болды, иә, кажется. Иә. Сколько я заработаю дейміз. Қанша заработаю? Как думаете? Ну, там, $122. Вот. То есть, если сіз лотты четко санай алсаңыз, например, четко санай алсаңыз, онда сіз даже бір процент депозитті рискке қойып отырып, сіз осылай таба аласыз. Енді біз былай алсақ, с каким, сколько подряд я должен ловить стоп, чтобы полностью потерять $1000 при риске 1% на каждую сделку. Зачем чат GPT неге үреймен жұмыс жасамайсыздар? Түсінбедім. Енді қараңыз. То есть, если ты рискуешь всего 1% от текущего депо, то есть депозита, то есть не фиксированный $10, а именно 1%, то от оставшейся суммы тот депозит умирает не линейно, а по чуть-чуть уменьшаясь каждый раз. Это называется процентное уменьшение депозита. Формула. $1000 каждый раз 0,99 деген алынып отырады. Сколько останется, да? Нужно найти, когда станет 0. Но, смотря по факту, депо никогда не станет прям 0 болмайды, там $1 аз қалады. Оно будет просто стремиться к нему. Поэтому обычно считается, когда останется, например, меньше $1. Чекаем. Енді қараңыз, берем логарифм. 687 рет сіз подряд стоп ұстауыңыз керек. Подряд. То есть нужно примерно там 687 подряд стопов, чтобы депо упало с $1000 на $1. А с каким винрейтом я могу держаться на плаву с РР 3:1? Енді қараңыз, то есть мынаны мен специально запись жасап жатырмын, чтоб қазір записін алып сіздерге беруге. Бұл маңызды. Бұл прям маңызды. Может быть, даже мен ютубқа да салуым мүмкін. Поэтому егер телеграм каналда жоқ болып, просто ютубтан бір аяқ астынан келіп көріп отырған болсаңыз, онда осы сабақты қайта қайталап көріңіз. И потом, если мен ютубқа салып жатсам, онда описаниеда осы телеграм каналдың ссылкасы болады, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Енді қараңыз, балжан, қанды ішпеңіз. Қазір просто шығара салам. Мен кешеден бері менде мына жақта фанаттарым көп. Просто тупо шығарып жібере саламыз и все. Шығып кетсін ба ағайын?
Все, шығарып жібердім. Вот, енді қараңыз. Получается, если у тебя RR 3 к 1, то ситуация вообще кайфовая. Потому что тебе не нужен высокий винрейт, чтобы не тонуть. Формула безубыточного винрейта. Винрейт 1, RR 1. Подставляем дейді да. И 25%. То есть, қараңыз. Сіз, например, три касания слом структуры болсын, мынау стратегия болсын, кез келген стратегия болсын, кез келген любой стратегияның 10 рет позицияға кірсеңіз, да, есептеуге дұрыс болсын, 20 рет позицияға кірсеңіз, соның 15-і стоп, 5-еуі ғана тейк болса, сіздің депозитіңіз бір қалыпты қалады. Понимаете? То есть, сіздің қолыңызда условно $1000 бар, сіз каждый позицияға 1%-тен риск қойып отырсыз, 1%-тен. 20 рет позицияға кірдіңіз да, соның 15-і стоп болды, 5-еуі тейк болды, сізде бәрібір сол плюс-минус $1000 қалады. Это и есть, то есть именно поэтому трейдингта полностью слив жасау деген ол просто тупо нереальный нәрсе. Егер сіз рискті дұрыс санай алсаңыз. Екі жолы бар, көп жолы бар. Ең оңай жолы жаңағы мен көрсеткен робот сатып алу. Одан кейінгі сәл ауырлау жолы ол, кішкене қиындау жолы ол мынау, ChatGPT. Одан қиындау жолы ол мынаның өзімен жаңа калькулятормен есептеу. Оған енді шын айтқан кезде менің де миым анда-санда жетпей қала береді. Андай жылдам істеп отырған кезде ше. Поэтому трейдингта слив жасау нереально. Если сіз стопты дұрыс қоя алсаңыз, то есть лотты дұрыс есептей алсаңыз. Все, бұл тақырыпты мен ойлаймын жаптым. Егер сұрақтарыңыз болса, мында қазір қойып жіберіңіздер. Мен жылдам жауап берейін. И дальше уже өзіміздің негізгі тақырыбымызға көшейік. Сұрақтарыңыз болса қойып жіберіңіздер. Сұрақ жоқ, түсінікті. Так, онда мен бүйтейін. Мынаны бүйтіп көшіріп алайын да. Мына жерге бүйтіп лақтырып қояйын. Так, Азамат мырза, манағы роботтың жұмысын қайдан көруге болады дейді. Қазір мен көрсетейін, менде мына жерде болған. Қазір ашылып алсын. Тағы да осы стоп бойынша сұрақтарыңыз болса, қазір қойып алыңыздар. Содан кейін біз ауысамыз. Алихан, сіз ба? Вот оның түрі мынандай, міне, осылай болып тұрады. Сізге жеке мен өзім қолданатын осы бір 2-3 қана кнопка осы жерде. Бәрін полностью қараған жоқпын. Мына бір самолеттің несі сияқты. Лот от стопа есептеледі жалпы түсінген бойынша. Иә, сіз стопты. Именно поэтому сіз каждый раз кез келген любой бір сізге стратегияны айтып отырса, типа, брат, мен там 100-ден 90, 100-ден там 99 дейтін стратегия білем, давай там миллион теңгеге үйретемін, бірдеңке десе, сіз ең бірінші қоятын сұрағыңыз біреу, стопты қай жерге қоям? Вот сол стопты қай жерге қоям деген сұраққа нақты жауап ала алсаңыз, сол кезде барып ақшасын төлеп үйренуге болады. Оған дейін лучше керек емес. Потому что сіз стопты қай жерге қоятыныңызды нақты білмесеңіз, сіз қанша ақша жоғалтатыныңызды нақты білмесеңіз, онда сіз қанша ақша табатыныңызды да білмейсіз ғой. Вот и все. И вот мына жерде мен мынаны ғана қолданамын. Например, риск мен там 3% қоямын. Вот. Мысалға 3%. РР менде по умолчанию 1-ге 10 болып тұрады. Вот 1-ге 10 болып тұрады. И енді мысалға мен мына жерден кіргім келсе, просто мысал ретінде көрсетіп отырмын. Мен өстіп бай линияға байлайнды басам да, мен стопты мысалға мына жерге қойғым келіп отыр, мына жерге.
мен сол жерге әкеліп осылай стопты қоямын. Міне стопты қойдым. Вот стопты қойдым, мынаны бекіттім шегелеп тұрып. Міне енді мен мына лимитканы қай жерге қойғым келіп жатыр? Мысалға лимиткі мен мына жерге қойғым келіп жатыр, осы жерге. Енді қарасаңыз 005 деген лот шығарып тұр менде. Кішкене төмен түсірсем лот үлкейе береді, көрдіңіздер ме? 0.14 дейді. Кішкене жоғары көтерсем стоп көбейген сайын лотың азаяды. 0.3 дейді. Бүйтсең 0.1 дейді мысалы. А мен бүйтіп төмен қарай түсіріп тастасам 0.7 дейді, 0.8 дейді. Міне көрдіңіздер ғой? То есть сен в любом случае ең бірінші графикта стопты қай жерге қоятынын біліп аласың, ең бірінші. Содан кейін мына жерге стопты қоясың да лимитканы міне осы қойдың. Бай лимит деп кнопканы басып аласың, болды. Міне баға мына жерге дейін төмен түссе, осы жерден мен лимиткамды алса, төмен қарай түссе, мен міне 5-те $76 жоғалтамын. Менде мына жерде $199 тұр. Оның 5% бізде как раз, 3% как раз бізде сол 5-те бірдеңке болып шығады. Міне, $6 чуть жетпей. Тейк болса, онда мен $58 табамын. Вот и все. Міне осылай тұра береді. Осыған ұқсас программа TradingView'да бар ма? Білмеймін, мен таппадым. Бұл робот телефонға ма әлде компьютерға? Жоқ, бұл тек қана компьютерға. И желательно компьютермен торговать еткендеріңіз дұрыс негізі. Өздеріңізге де андай профессиональный трейдер боламын десеңіздер, лучше осы компьютерға үйренгендеріңіз дұрыс. Әйтпесе мен де былай жүруіме болатын еді ғой. Бір телефонды құшақтап алып, мен мына жерге бір емес екі экран әкеп отыр. Өйткені мынау терминал менде всегда мына жақта тұрады, алдымда график тұрады. Все, графикті қарадым. Біз TradingView'дің графигінен просто примерно направлениені көріп аламыз да, а негізгі точка входаны осы метатрейдингтердің ішіндегі брокердің графигіне қарап отырып біз жасаймыз. Сол кезде бізде қателіктер кішкене азырақ болады. Вот примерно осындай нәрселер. То есть мынау робот сіздерге керек. Енді бұл мынау просто оңай да, басыңды қатырмайсың. Былай бай линия дедің, стопты әкеп мынаның астына қойдың, лимитканы әкеп қай жерге қоямын дейсің, мысалы мына жерге қоямын дейсің ба? Қойдың, тейкті өзін автоматик қойып берді. Алдыңда бай линия деп басып салдың, болды. Лимиткан қойылды. Селға болса, тура солай селға да қоя саласың. Міне сел линия деп басасың. Стопты әкеліп мына жерге мысалы қоясың стопты. Мына позицияға мен осы жерден кіремін дейсің. Міне сел лимит деп басып саласың, болды. Өзі 0.7 деген лотпен ашып берді. То есть лимитканы қойып берді. Вот и все. Сол үшін бұл сіздің жұмысыңызды жеңілдету үшін арналған робот екен. Ладно. Бұл енді менікі емес, но бірақ қолдануға тұрарлық нәрсе. Все, енді мен $1 миллион қалай табам деген план. Құдай қаласа осы понедельниктен бастап күнделікті лайв трейд жасағым келіп тұр. Мен сіздерге кешегі өткен зумдарда айтқан болатынмын, что қазір мен шетелдемін. Маған жаңағы, енді счеттарым блокта жатыр, анау мынау деген сияқты айттым. И мен бүйтіп ойлап тұрмын, осы робот ай сайын төлейміз ба, бір рет, жоқ, бір-ақ рет қана сіз сатып аласыз, болды, содан кейін сізде. Кешегі мен өткен зумдарда айтқан болатынмын, что өкінішке орай осы өмірімдегі, скажем так, сынақтар дейміз ба, или сынақ дейін десек, сатып алған нәрсе. Ну, короче, осы менің өмірімде болып жатқан, маған ұнамайтын әрбір нәрселер, олар мен біреуге көмектескім келгеннен, немесе сұрамаған көмекті бергеннен шығып тұрады. Және өкінішке орай тегін бергеннен. Өкінішке орай тегін. Тегін деген ол не обязательно ақша. То есть какой-то бір обмен болу керек. Мен сіздерден қазір ақша сұрап тұрған жоқпын. Просто қараңыз. Мен 2-3 күннен бері сіздерге Амаркес деген нені айтып жүрмін, брокерді. Мен сол брокермен жұмыс жасап жүргеніме пәленбай уақыт болды. Осыдан бір жылдан асып қалды. Тфай. Проблема жоқ. Выводтан, шығарудан, тому подобное.
жаңағы исполнение бәрі жақсы. Сол брокерға сіздер тіркелесіздер. Қазір осы зумнан кейін мен үлкен пост саламын, сол жерде менің ссылкам болады. Если сіз ютубтан көріп отырған болсаңыз, описаниедағы каналға тіркелсеңіз, осы Gold Prime каналға тіркелсеңіз, сол жерде бәрі тұр. Так вот, ешқандай VIP канал ештеңке жоқ. Просто тіркелесіздер жаңағы неге, менің ссылкамен тіркелесіздер, и потом қараңыз, әртүрлі брокерлар әртүрлі бонус береді, мысалға маған бонус береді. Сіздер тіркеліп, жаңағы депозит салып, торговать еткен кезде, мысалға каждый бір лот оборотқа маған там 10 доллар ма сондай береді, 9 доллар ма сондай. Ол маған жақсы. То есть, ну, как минимум, иә, копитрейдке кірген бола береді, иә, әсем бола береді. Азамат мырза, қандай сабақ, жаңа кіріп едім. Запись болып жатыр, запись салам, міндетті түрде соны көресіздер. Так вот, значит, запись бар, Қайреке, запись бар. Значит, қараңыз, мен сізден ақша сұрап отырған жоқ. Мен сізден просто обратный связь сұрап отырмын. То есть, менен білім, осындай эфирлар, лайфтрейдтар, тому подобное. А сізден, как рахмет ретінде бір не. Ну, как бәрібір любой брокермен жасайсыз ғой. Мысалға сіз экснестен ақшаңыз шықпай қалса білмейсіз ғой, қайда хабарласу керек екенін. А менде амаркестен ақшам шықпай қалса или проблема болса мен білем. Мен Шариярға или Дінмұхамедке звондаймын. И дальше олар өздері шешіп береді. Осы амаркестің СНГ бойынша, бүкіл СНГ бойынша директорын жеке танимын. Мысалға бірнеше рет көрдім. Бұрын тіркелген бонус ала аламын ба? Жоқ, енді бонусты білмеймін. Сіздердің бонустарыңыз осы лайфтрейд қой. Минимальный депозит сіздерге былай более-менее нормальный жұмыс жасау үшін депозит ол бір 200 доллар болу керек. Анау 50 доллар салып 5000 доллар жасадым деген өтіріктерге сенбеңіздер. Ең минимальный депозит сіздерде 200 доллар болу керек. Ең минимальный. Вот сол кезде барып сіздер жасайсыздар. Например, мен ертең понедельниктен бастап лайфтрейд жасаған кезде мен амаркест брокермен жасаймын. Значит, спредтар, стоптар, бәрі сол именно амаркеспен жасалынатын болады. То есть, сіз басқа бір брокермен келіп ол жасамайтын болса, онда ренжімейсіздер. Лайфтрейд күнде бола ма? Құдай қаласа, денсаулық болса, интернет бәрі нормально болып тұрса, иә, күнделікті болады. Неге? Себебі. Вот осы жерде біз қазір келеміз. Маған Дінмұхамед хабарласты, сразу байыппен америкаға аударуға көмектесті. Иә, бонуспен ала аласыз, ссылкасымен. Ну да, енді оны көресіздер. Бонус туралы емес әңгіме. Жоқ, копитрейдинг енді айтамын. Қараңыз, мен айттым, енді мен тегін көмектеспеймін. Енді мен осылай лайфтрейдқа кіретін болсаңыздар да тіркелу керексіздер. То есть, амаркестің мен осында ссылкасын салам, тіркелесіздер, жаңағы депозиттарыңызды минимальный 200 доллар саласыздар. Без проблем. 50 доллар салып істесең де, салмай қойсаң да вообще без проблем. Просто менімен бірге лайфтрейд жасайтын болсаңыздар, минимальный депозит 200 доллар болу керек. Потому что менде вот 100... Это нормально, Ерғали, мен көрдім кеше, рахмет. Өйткені менде мына жақта мен ертең понедельниктен бастап сіздермен бірге лайфтрейд 200 доллармен бастаймын. Менде 200 доллар болады, сізде 200 доллар болады. Мен кірген лотпен сіздер кіріп отырасыздар, қайталап. Енді мен қалай 1 миллион доллар табам? Ну, то есть план. Мен күнделікті лайфтрейд жасаймын сіздермен бірге. Сіздермен бірге лайфтрейд жасаймын, көресіздер, записьтарын салып отырам. Я метапед тіркеледі. Записьтарын салып отырам, я лайфтрейдтің күнделікті. Сіздер қызық отырасыздар. Мына жақта 1000 адам отыр бізде. Зумда отырған қазір бізде 96 адам. Вот, значит, ана жақта 900 адам көрген жоқ. Мен осы запись сіздерге салам. Көресіздер, азамат біледі екен ғой бірдеңке. 200 доллардан мысалға үстіне там 50 доллар қосамыз, немесе 100 доллар қосамыз, или 20-30 доллар жоғалтамыз, или 100 доллар жоғалтамыз. Это трейдинг, это нормально. И вот, күнделікті жұмысты сіздер көріп отырасыздар. И соның артынан мен копи трейдингті қосам. А вот енді копи трейдингқа қосылу үшін сіздерде ең кемі 1000 доллар болу керек. Қазір мен түсіндіріп айтам, не үшін копи трейдингта сіздерде 1000 доллар болу керек.
мен де 1000 доллармен жұмыс жасаймын. Өйткені Амаркетста ең төменгі лот, то есть ең төмен, ең минимальный лот ол 0.01. 0.01. Бізде қазір ашып жүрген бар ғой, MetaTrader'да ашып жүрген 0.01. А Exness или тағы да басқа брокерларда 0.50, содан кейін 2-3 болып кете береді. Бір жақсы жағы ол, например, қараңыз, мен қолымда 1000 доллар бар, мен копи трейдинг бастадым, мен қолымда 1000 доллар бар, сіз 100 доллармен кіретін болсаңыз, мысалы копи трейдингқа, менің 1000 долларымнан 1% кетсе, то есть 10 доллар, сіздің 100 долларыңыздан 1%, то есть 1 доллар кетіп отырады да, равно пропорционально жұмыс жасайды. Бірақ өкінішке орай Exness бибукпен көп жұмыс жасайды. Бибук дегеніміз ол брокер бізге қарсы, то есть біздің ана стоптарымызды алып қашып кетеді деген сияқты мәселені Exness көп сонымен балуется. А маркет онымен не балуется? Мен оны тексеріп көрдім, бірталай уақыт жұмыс жасадым. Именно поэтому сіздерде копи трейдингта минимально 1000 доллар болу керек. Это минимально прям. Одан төмен ақшаңыз болса, лучше келмей қойыңыз. Потому что мен осы күнге дейін 2 рет копи трейдинг жасадым. Екеуі де сәтсіз болды. Мен өзімнің сәтті немесе сәтсіздіктерімді былай жасырып отырмаймын, как есть айтамын. Амаркетсқа біз ең бірінші 100 доллардан салдық. Бәріне айттым, давай 116 доллар ма салдық. Торговать еттім. Ең басында мен кәдімгі разгон жасаймын деп ойладым. Разгон жасап 300 долларға дейін көтердік. Одан кейін елдердің ана жадностары ойнап, тағы да ақша салып тастады. Тағы чуть-чуть көтердік. Но бірақ потом просадка болды. Потому что депозит изначально аз. То есть 100 доллардан бір 2 күннің ішінде 300 доллар көтеру, ол просто повезло. Рынок андай не сияқты, как казино сияқты, кіресің, басында саған береді, и потом ду болады деген сияқты. Ол жерде мен мойындаймын, мен мынау сияқты жаңағы роботпен қойып, рискті санап кірген жоқ. Ол кезде тупо былай. Енді по анализу, бірақ лот санау, стоп санау деген тема болған жоқ. Как есть айту керек оны. И вот келеді, например, түк кіресің. То есть, мысалға сен қолыңда 100 доллар тұрса, үстіне 100 доллар қосу үшін мен 50-60 долларға дейін просадкаға барам да, 50-60 доллар просадка минусқа дейін барып, кейін көтеріледі. А это плохо, это очень плохо. Ал енді копи трейдинг неге 1000 доллар болу керек? Чтобы мен нормально отырып, рискін санап отырып, дұрыстап торговать ету. И вот как раз таки, менің ойым былай. Мына 1000 адам бар. Мен күнделікті лайф трейд өткізіп отырам. Сіздер жаңағы 200 доллардан салып қоясыздар да, менімен бірге торговать етесіздер. Күнделікті лайф трейдтің жаңағы запистарын бәрін сіздерге беріп отырам, мысалға. Там нету керек жаңағы, типа қалай позицияға кіру керек, қалай стратегияны көру керек, былай кіреді, бәрін без проблем көрсете беремін. Өйткені Америкадағы бір мықты трейдер болған. Сол 90-шы 2000 жылдары ол бір какой-то бір аз уақыттың ішінде пәленбай $1 000 000 жасады. И журналист одан қалай жасадыңыз деген кезде ол айтады, типа сыры неде деген кезде ол айтып отыр да, мен өзімнің стратегиямды газеттің бетіне шығарып, былай сатып жібере аламын дейді да, то есть газетпен таратып жібере аламын, оны бірақ ешкім істей алмайды дейді. Неге? Өйткені ол стратегиямен жұмыс жасау үшін күнде жанында отыру керек. Так вот, стратегияны күнделікті зумда отырып көресіздер, күнделікті осылай 20-30 адам, там AliExp. Сол ма, Дастан? И вот осылай отырып көресіздер, біз лайф трейд жасаймыз, запистарын салып отырам, и потом күнделікті ақырындап копи трейдингтің результатын көрсетіп отырам. Результатын. И вот результатын көргеннен кейін сіздер 1000 доллардан саласыздар. Мен примерно бір енді күпірлік етпей ақ қояйын. Құдай қаласа, денсаулық болып тұрса, рынок бәрі нормально болып тұрса, жаңағы онда айына 1000 долларға 1000 доллар қосқым келіп тұр. То есть бірге бір айына. Мен кезінде копи трейдингті бірінші бастаған кезде мен 2 күнде бірге бір қосам деген ғой. Ол да мүмкін. Но бірақ план айына. И вот, например, 1000-ға 1000 қостым, таза пайданы 2-ге бөлеміз. Сіз 500 аласыз, мен 500 аламын. И таким образом менің ойым 1000 доллардан хотя бы ең жоқ дегенде бір 200 адам жинау. Это 200 000 доллар депозит менде получается.
$200 $200 үстіне қоссам, мен бір айда $100 табам. Понимаете? Вот сол $100 мен уже тағы да салам сол копи трейдингқа. Соның бәрін мен сіздерге көрсетіп отырғым келіп тұр. Маған көбісі айтады, ойбай Азамат үйтіп көрсетпе, айтпа, көз тиеді, анау мынау дейді да. Менің ойымша ол сөккен әңгіме. Мүмкін тию мүмкін, бірақ енді зато жүзің ашық та, көрсетесің. Міне жігіттер, міне там 60 адам салды копи трейдингқа, или там 100 адам салды, біз осынша таптық или осынша жоғалттық и тому подобное деген әңгімелер. Таким образом, мен, например, бір айда осылайынан жұмыс жасап отырып, кстати, мынау чё там кірдік па деген сияқты, немесе мына тексттарды менің көмекшім жазып жатыр. Менің көмекшім жазып жатыр. Ал енді мына аудиолар, мына тексттер өздері сіздер байқайсыздар ғой, кім жазып, кім нетіп жатқан. Так вот, көмекшім бар. Сол екеуміз қосылып, осы 1-2 аптаның ішінде, ой, 1-2 айдың ішінде копи трейдингқа ең кемі бір 100 адам жинауымыз керек. Лайфтрейд күнделікті болады. Это как рекламный, бір жағынан рекламный инструмент, екінші жағынан ол как менің білімімді дәлелдеу деген сияқты ғой. Сіз күнделікті қарайсыз, міне лайфтрейдті Азамат міне тауып жатыр. Міне Азамат тауып жатыр. Міне Азамат тауып жатыр. Все, давай. Мен мысалы лайфтрейдқа сіз айтуыңыз мүмкін. Мен лайфтрейдқа күнделікті отыруға уақытым жоқ. Поэтому жаңағы нетейін. $1000 салып қойын. Әйтеуір бір айына бір кредиттің шетін болса да жауып отырады деген ниетпен салып қоясыз. Но имейте в виду, бұл все равно трейдинг. Иә, әрине, бұл все равно трейдинг. Неше түрлі болуы мүмкін. Мынау сияқты графиктер болуы мүмкін. Қазір көрсетемін. Ну, көрдіңіздер ғой бүгін. Міне, мынау сияқты моменттер болуы мүмкін. Мынау сияқты моменттер. И осындай жерде сіздің кез келген роботыңыз да, қойған стопыңыз да проскальзываниемен алып кетуі мүмкін. Ол проскальзывание, ол брокердің кінәсі емес. Просто баға резко қатты түсіп бара жатқан кезде сол бағадан сатып алатын немесе сататын адам жоқ болып қалады. Ешкім ол жерге ордерін қоймайды, лимит қоймайды, рынокпен кірмейді, поэтому не исполняется иногда. Бывает такое. Но это редко. Поэтому трейдинг болғаннан кейін иногда болады, осы отырасың, свет өшіп қалды, бітті, жоқ. Или отырасың там, аумин. Миллионға жетсем, Құдай қаласа, жетсем емес, жеткен кезде осылай отырып бір атам ғой, типа дырылдататын мен, анау ННН жасайды ғой, бір дыр деген затта құтты болсын деп, құтты болсын деп. Өйткені бүркіт сияқты өмір сүру керек та, шашып жеу керек. Тамақ бар ма, мысалға таптың ба, соны шашып жеу керек та, жан-жағын, ана жаққа, мына жаққа, мына жаққа. Кем болсаң, кем болмайсың. А енді неше түрлі адамдар бар, бір болмайтын стратегияны үйреніп алады да, соны көтінің астына тығып жүреді. Не өзі таппайды ақша, не басқа таппайды деген сияқты. Поэтому ойым сол. Копи трейдинг $1000 ең кемі. Лайфтрейд $200 ең кемі. $1000 не үшін? Өйткені біз рискке көбірек мән беруіміз керек. Ол $200,000 ертең ана жерде 300 адам, 400 адам қосылып кетсе, ол кәдімгі үлкен сумма болады да. И оған рискке дұрысынан қарау керек. Ал $200 лайфтрейд біз бұл жерде көбіне андай кішкене рискті чуть көбірек қойып, депозит жаңағы рискті 1% емес, бір 3%, 5% қойып, будем стараться күніне бірге бір жасап отыруға. Лайфтрейдта будем стараться. Копи трейдингта ондай не жоқ, агрессивно жоқ. Например, мен копи трейдингта 3 касания слом структурамен істеймін. Копи трейдингта. А лайфтрейдті мен мынау разгон стратегиясымен істеймін. Копи трейдингпен қалай жасап жатқанымды сіздерге эфирде көрсетпеймін. А лайфтрейдті көрсетемін. Өйткені копи трейдинг ол кішкене чуть более сакральный нәрсе да. Ол жерде андай давление болмау керек. Спокойно отырып. Вот план сол. Менде қазір 1000 адам болды, Құдайға шүкір. Неде конверсия мықты. Вот жаңа ғана, например, қаншада салдым. Вот 1,5 сағат, 2,5 сағат бұрын салдым, уже почти 340 адам қараған. Это означает, что менде конверсия 30%. Это кайф. Примерно тема былай.
құдай қаласа суббота воскресенье жақсылап дем алып мына жерден суға түсіп анау мынау деген сәл жылы жер енді. Сіздер курткамен жүрсіздер, мен мына жақта футболкамен жүрмін деген сияқты жер ғой. Суббота воскресенье спокойно дем алып алып, понедельник құдай қаласа таңертең әп бісміллә деп торговляны бастаймыз. $200. Қараңыз, ешқандай жаңағы вип канал деген жоқ. Мен зумның ссылкасын осы жерге жібере беремін. Ар жағын уже іштеріңіз білсін. Тіркелмей ақ қойсаңыз да сізге ешкім қуып жатқан жоқ. Просто тіркелсеңіз чуть нормально. Неге? Өйткені мынандай болуы мүмкін. Амаркетста стоп мына жерде тұруы мүмкін. Вернее, баға осы жерде тұруы мүмкін да. Стоп осының астында тұруы мүмкін былай. Экснеста чуть жоғары тұруы мүмкін да, стоп мына жерде тұруы мүмкін. Именно поэтому біздің стопқа жетпей кеткен кезде сіздің стопыңыз іліп кетуі мүмкін. Мүмкін. Поэтому желательно сол бәріміз бір брокерде отырғанымыз. Все. Понедельниктен бастап лайв трейд. Менің біліміме таки-так сіздер білесіздер қандай екен. Одан сайын лайв трейдте білімді көрсетіп, еба, жаңағы қора, бірдеңке деген сияқты соның бәрін көрсетіп, кешірек копи трейдингтің несін көрсетіп, жаңағы результатын көрсетіп, ал енді жігіттер кеттік копи трейдингқа деп шақырып бастап кету ойым. Мен спиртнойды қойғаныма біраз болған. Ол туралы мен қайда марттың 11-і, кажется. Так, артынан копиға қосылуға болады. Так, как есть айтып жатқаныңызға риза болып отырмын дейді. Рахмет. Мына жақта ютубтан записін көріп отырған жігіттер мен қыздар болса, комментарий жазып, лайк басып, кішкене нетіп қойыңыздар. Каналды былай жандандырып ше. Деп кетейік. Бүгін солай алмады ордерді дейді. Вот, а бізде алды. Понимаешь, потому что мысалға жаңа Нұржан отыр осы жерде. Может сол каналда жаңағы бізде мендегі обучениеде жүрген. Обучение жоқ болды. Сол 4-5 адамға повезло. Алдында маған қатты ақша керек болған кезде мен айттым. Повезло, жазылып қалды. И вот они могут подтвердить, что біз жалпы картинаны трейдингвьюдан көреміз да, а уже позицияға кіретін кезде сол именно брокердің, то есть метатрейдердің ішінен барып точка іздейміз. Потому что кейбір жерлерінде отличие болады. Лайф трейдті $200 бастаймын. Новости кезде кірмейміз. Артынан копиға қосылуға болады. Копи біріне басылады, құдай қаласа. Иншалла көрейік дейді. Аумин. Мен отырмын. Тіркелген адам март айында Амарскіға сол шот тұр. Бірақ слив болған біз. Иә, айттым ғой жаңа осы эфирде айттым. Сол шот тұр, просто соның үстін толтырасыз да, басқа бір копи бар, соған тіркеле саласыз болды. Оны көмектеседі. Мені қашан қосасың дейді. Қайда қосу керек? Вот. Енді қараңыз. Копиға. Ол туралы ақпарат салынады. Осы жерге жазылады, уайымдамаңыздар. Значит, 1 миллион табудың планын мен айттым. Базар жоқ, көз тиюі де мүмкін. Там ойбай, анау мынау деп. Но бірақ мен противоядие тауып алдым. Мешітке барам, фук құран оқытып алам, все нормально. Жауырыныма күйе жағып алам и салам алейкум. Жоқ, біз жаңалықта жасамаймыз. И вот, оны айттым. Копи трейдинг туралы ақпаратты айттым. Енді лайф трейдқа дайындық. Қараңыздар. Амарксқа тіркелесіздер. $200 саласыздар. Сол тіркеліп жатқан кезде мына жерде ақпараттың бәрі жазылады, қазір просто ұмытып қаласыздар. Тұзға шомылып тұрыңыз. Көз тиіп кетеді дейді. Болды. Келесіне де мына жеріме күйе жағып шығамын ғой деймін. И вот, тіркелесіздер. Содан кейін егер мүмкін болып жатса, жаңағы мен көрсеткен робот сатып алып тіркеп қоясыздар. Комментарийда сол Нұржандар, сол жігіттер өздері разобрались. Солар көмектеседі. И вот, понедельниктен бастаймыз. Енді қараңыз. Мен сіздерге қазір чуть позже емес, прям дәл қазір. Мынаны жіберіп қойын.
лайв трекке қатысқысы келетін жігіттер мен қыздар, мен орнатып алдым осыны дейді. Ақшешу Аптасайын копиді. Қазір айтам. Сұрақтарға қазір жауап беремін. Бүкіл сделка қалмай кіреді. Иә, иә. Өткізе алсаң ештеңе кетпейді. Нұржандар қанша біраз сделканы өткізді ғой. Ничего страшного. Мынау индикатор қалай қолдану керек екенін қазір сразу түсіндірейін. Келесіздер, мынаны қазір жауып қоя салайын. Былайынан индикаторды қосып аласыздар. Так, мынаны жауа салайын, мынаны жауа салайын. Мынаны керек емес. Міне. Мынаны осылай қосасыздар да өздеріңізге. Осылай қосып 4 сағаттан бастап төмен қарай 4 сағатқа әкелесіздер. Содан кейін мынау Аза инсайт деп тұр ғой. Соның мынау еще деген жерін басасыздар да добавить оповещение дейсіздер. Тура осылайдан тұрады міне. Инсайт бар, Аза инсайт, анау мынау. ютубтан көріп отырған жігіттер мен қыздар болса, онда описанияда каналдың ссылкасы тұрады, соны қосыңыздар, сол жерде осы индикаторлардың бәрі бар. Осыны қосасыздар, создать деп басасыздар и все. Осылай 4 сағат, 3 сағат, 2 сағат, 1 сағат, 30 минут. Осы бесеуіне уведомление қойып шығасыздар. Сол кезде сіздерде осылай будильниктің сурет тұру керек. Міне 3 сағат, 4 сағатта тұр, 3 сағатта, 2 сағат, 1 сағат и 30 минутта тұр. Мен қазір 3 минутқа қойып көрсетейін, қалай келетінін. Міне создать деп қойып қоясыздар. 3 минутқа міне шықты. Енді менде қазір 3 минутта инсайт бар шығатын болса, мына жерде мынандай сары свеча шығатын болса, ол кезде маған уведомление келеді. Мына жерге бүйтіп уведомление шығады. И телефонға келеді тоже. Мақсат қалай? Таңертеңнен кешке дейін компьютердің алдында отырмаймыз. То есть мен отырмаймын. Мен ана жерде артында жатамын, ана жерде жатамын. Кино көріп та. Каждый жарты сағат сайын, немесе каждый 1 сағат сайын осындай инсайт бар шығуы мүмкін. Ары қарай сол инсайт барды қалай қараймыз, қалай кіреміз, оны мен лайв тредте көрсетемін. Енді қараңыз. Вот, инсайт бар шығады. Сол инсайт бар шыққан кезде мен компьютер алдына келем. Так, енді біз давай точка входа іздейік. Раз, два кіреміз позицияға. Если позиция берсе, мүмкіндік берсе біз кіреміз, мүмкіндік бермесе кірмейміз. Келесі жарты сағатқа біздің қолымыз бос. Немесе келесі 1 сағатқа. Түсінікті? Так, Архат красавчик, көмектесуге дайынбыз дейді. Аза ссылкасы болса сол робот лот есептейтін. Ссылкасы дейсің ба? Чтоб прямой кіріп сатып алатын ба? Сіздердің жұмыстарыңыз сол не ғой? Осындай бір робот жасап сатып қою керек өзіме де ше. Осы әпшенің саудасын біз жүргізіп жатырық негізі. Так вот, опять-таки повторюсь, если сіздер керізі төлеу керек. Иә. Если сіздер ютубтан көріп отырсаңыздар, онда осы видеоның астында описанияда ссылка тұр, осы каналдың. Сол каналға кірсеңіздер, мына жерде роботтың ссылкасы, мына жерде индикатордың ссылкасы, мына жерде текстің записі, жаңағы копиясы бәрі тұр. Так. Вот, значит, міне бізде инсайт осы бізге керек. Осыған не керек? Индикатор керек. Значит, индикатор жөндеп қоясыздар. Бірінші, Амальсқа тіркелесіздер, $200 саласыздар. Осы индикаторды тіркеп қойып қоясыздар. Содан кейін лот санауды үйренесіздер. Или осы робот сатып аласыз, или ChatGPT-мен санайсыз, или тому подобное. Бірақ өздеріңіз көресіздер, қалай сіздерге ыңғайлы. Бұл жерде өте жылдам қозғалу керек болады. Мысалға былай. Например, жаңа міне мынау сияқты жаңа. Ең бірінші осы жерді көрсете салайыншы.
Так, бір екі, бір екі, бір екі. Так, бір минут. Бір екі, бір екі. Вообще естілмей қалды ма? Мүмкін, мүмкін. Сеттен шығар. Бір екі, бір екі, бір екі үш, бір екі үш. А, вот все. Міне тұр индикатордың ссылкасы. Міне тұр индикатордың ссылкасы, міне жаңағы роботтікі. Все, керемет. Мысалға мынандай болды да. Міне мына жерде. Жоқ, мына жер емес. Енді ол интернеттен шығар. Қазір жөнделіп қалар. Болмаса несін көресіздер. Записін көресіздер. Мысалға осы жерде тұрған кезде, мен осылай тұрған кезде экранды ауыстырамын да, метатрейдерға ауыстырамын да, и сразу кіреміз деген кезде сіздер бірге кіріп отыруларыңыз керек қой. Тейкті қойып, стопты қойып, біз шығып отыра береміз и все. Так, енді көресіздер, қазір жөнделу керек. Ештеңке айта алмаймын. Вроде менде интернет нормально тұр. Хабарласыңыздар. Хорошо, хорошо. Лайф трейдті қай сессияда жасайсыз? Таңертеңнен бастап жасай береміз. Таң атқаннан бастап. Таң атады, кіреміз и жасаймыз. Көз тиді дейді. Мүмкін, мүмкін. Так, мына графикта сіз сұлам арқылы кірдіңіз ғой деймін. Мүмкін, мүмкін. How USD и SFD. Разница бар ма? Жоқ, екеуі бір ғой. Екеуі бір. Жалпы айтайын дегенім осы. То есть, лайф трейдқа дайындаламыз. Лайф трейдқа дайындаламыз. Копи трейдинг туралы ақпаратты бердім. Одан бөлек тағы да біз пост саламыз міндетті түрде. И планымды айттым. Ештеңке сатқан жоқпын. Вот и все. Біз пока зум өткізгенше 4 адам қосылыпты. Керемет. Так, сұрақтарыңыз болса тағы да қойып алыңыздар. Сұрақ бар ма? Қайта кіріп көремін дейді. Сет нашарлап кетті. Жарайды, онда біз осы салада қанша жыл? 2 жыл болып қалды примерно. 2 жыл болып қалды, одан сәл асты, может быть даже. Разница в чем? Сіздер мүмкін бір басқа жұмыспен бірге қосып жасап жүрген шығарсыз, ал бұл менің таза жұмысым. То есть таң атқаннан кеш батқанға дейін осы жұмысты жасап жүрмін. Поэтому год за два дей ма? Примерно солай өтеді. Так, хотя бы 500 доллар копиға болмай ма? Жоқ, болмайды, өкінішке орай. Сізде де слив болды ма басында? Басында болды. 200 доллар, 300 доллар, 1000 доллар деген сияқты ең басында. А содан кейін мен сразу инвесторлармен істеп кеттім да. Және мен жанымда финансист болды. Сол кісінің қадағалауымен деп айтайықшы, менде слив жасауға мүмкіндік болған жоқ просто. Постоянно желкеңнен қарап тұрады да, андай пытырлатып кіріп пытырлатып шығу деген особо болған жоқ.
амарксте толық қалай тіркелу керек екен видео түсіндірмелер бар ма? Бар. Лайфтред видео обучение болатын сияқты ода. Иә, то есть былай ғой, вин-вин. Сіз мен айтқан брокерға тіркелесіз, 200 долларыңызды саласыз. Мен мына жақтан өзім білімді беріп отырам. И сол жақтан түскен бір какой-то тиыннан мен тауып отырам. И құдай қаласа сіздер тауып отырасыздар. Ар жағы еще копи трейдинг. Лайфтан 200-ден бастап 1000-ға жеткен копиға қосуға болады ғой түсінген. Ну да, болады. Проблем жоқ. Қайдан тапсаңыз да. Просто андай кредитқа, қарызға алып жасаудың қажеті жоқ. Берекесіз болады просто. Ол өте жақсы, өз басым слив болып шаршадым. Слив болмау үшін, слив болмау үшін стоп қою керек. Стоп қою үшін стопты санай алу керек. Мен сіздерге уже инструменттердің бәрін бердім. Қалай санау керек, қалай роботты қою керек и тому подобное. Вот примерно солай. Вот 2 күннің ішінде дайындалып алыңыздар. Сол 2 күн ішінде дайындалып, құдай қаласа, декабрь, январь, февраль ма? Қыстың басында, қақаған аяздың басында бастайық, құдай қаласа. И кетеміз. Алдында каналға салған код реферал сол ғой, иә? Иә, иә, сол. Жалпы осы бөлісіп шашып жегім келіп жатыр. Қыран құс сияқты деп. Кеше маған, кеше емес, бүгін ба, қай жерде бір комментарий маған ұнап қалды жазған. Жаңағы жеміс беретін ағаш всегда таяқ жейді деген. Идеальный метафора екен. Өйткені действительно қу ағашты кім ұра береді, иә? Ал енді жеміс беретін ағашты уже бұтағын сындырады, жемісін алам деп, ағашпен ұрады, таспен ұрады, тому подобное. Поэтому фигня, көреміз. Ертең 200 доллармен кірсек, айтып отырсыз ба, неше лотпен кіруге? Жоқ, неше лотпен кіретінін айтып отырмаймын, өйткені менде уақыт болмайды. Но бірақ сіздер көріп отыра аласыздар. Өйткені менде 200 доллар, сіздерде 200 доллар. И ана экраннан көріп отырасыздар ғой, мен қойып отырмын, сіздер де қойып отырасыздар. Негізі жеке өзіңізге үйреніп алу керек. То есть лот санауды немесе жаңағы робот сатып алу керек. 50 доллар. Қай жерде қалмай жатқан 50 доллар. Оны анау өзбек давай десе, давай деп 50 доллар әшейін слип болып отыр ғой. Лучше сатып алып қоя салу керек. Ол маңызды. Сол кезде сіздің басыңыз ауырмайды. Телефонмен торговать етпейсіз. Все, спокойно, камердің алдына келдің. Ана жерде жатасың. Или жарты сағат, или 1 сағат инсайт свеча шығады. Инсайт свеча шыққаннан кейін орнынан атып тұрдым да қарадым. Точка входа бар ма? Бар, кірдім. Жоқ па? Жоқ, кірмедім. Все. Мына жерден бір инсайт шықпай қалған ше. Маған да үлкен инсайт берді сол сөз. Қандай сөз? Мен каждый сөзімді жазып алатындай болғанмын қазір ше. Аман есен жетерміз сол күнге де жеміс беретін ағашты құрметтейтін. Ой, араке, ол ондай емес қой. Жаңағы тірісінде сөзден аманы жоқ, өлгеннен кейін жаманы жоқ деген сол қазақтың сөзі сол екен ғой. Кім болса да. Любой. Абайдың өзінің көзінің тірісінде шыңғыртты ғой талай мысалы. Оң жағында біз кімбіз? Кезінде Назарбаевты ойбай шал кет деп қазір соған жете алмай жүр ғой. ТикТокқа кіріп қалсаң ата қайтыңызшы қайтыңызшы деп мысалға. Хотя ол әлі өлген жоқ. Ну, в целом айтып отқан. Так, Азеке, бір просьба. Бірнеше сделкаға сразу ашатын скрипт айтасыз ба кейде? А то байқадым, автоматтарда ашасың бірнеше сделка. Оны көрсетпей ақ қоя салайын. Ол қазіргі біздің стратегияларға келмейді ол. Керек емес ол. Егер жеке өзіңізге болса, онда маған жекеге жазып жіберіңіз телеграмға. Мен сізге көрсете саламын. Ниет қой біздікін дұрыс сөйлеп жарымыз. Конечно, конечно. Кім біліп жатыр дейсің оны. Бастапқы сделкада ғана қайталай аласыз азаматтан лотты. Дальше әркімдікі әртүрлі болады. Өйткені
Біреу зумбай ерте, біреу кеш кіреді, сделкаға үлгермей қалады. И так, сондықтан өзіңіз үйреніп алыңыз. Дұрыс айтасыз. Өзбектердің саудасы ұнамайтын сияқты сізге Азеке. Ә, бұл андай ұлтқа бөлетіндей нәрсе емес, типа өзбектікі ұнамайды, қазақтікі ұнайды деген нәрсе емес. Просто трейдингқа мынандай парадокс қой. Трейдингпен айналысу өте оңай. То есть прям настолько оңай, что прям андай бір кішкентай 5 жасар 6 жасар баланы или сәл ақыл есі кемдеу адамды әкеп үйретсең үйреніп алатын нәрсе негізі. Вообще қиын ештеңке жоқ. Вообще қиын ештеңке. Мысалға, міне Нұржан Архаттар жазып отыр ғой. Олар кәдімгі обсуждение олардікі. Жаңағы ше, то есть три касания слом структуры деген. Оны бір 100 рет, 200 рет жаңағы несін жасасаң, скрин жасап, көзіңді үйретсең, содан кейін еще сол 100-200 скриніңа сонымен жұмыс жасап жүрген бір адам разбор жасап берсе, күнделікті. Күнделікті 2 күнде бір. Соны қайталай берсең, үйреніп аласың. Қиын ештеңкесі жоқ. Бір касание, 2 касание, 3 касание, слом структуры, кеттік. Бітті. Ең қиын нәрсе ол риск сақтауда, ол өзіңмен өзің күресте, то есть өзіңмен өзің күресесің. Жаңағы орыстар бізге арақ ішуді үйретті, қанша ішуді үйретпеді деген сияқты әңгіме ғой. Өзбектер бізге мысалға көбімізге трейдингті үйретті да, бірақ қалай кіріп, қалай шығуды үйреткен жоқ та. Вот сол сияқты. Поэтому оп-оңай. Еще ең қызығы любой нәрсеге, осы трейдинг болсын, басқа болсын, андай нетсеңіз, былай қысқаша айтқан кезде напоқы қарасаңыз, пайдаңыз көбейеді. Қызық парадокс. Мен алдыңғы бір зумда да айтқам, осы зумда да айтам. Міне осы сияқты, міне инсайт свеча шығады, міне мынау сияқты. Осылай шығады. И содан кейін біздің жұмысымыз мынау болады. Белгілейміз да, уведомление қойып қоямыз осылай деп. Сосын астын белгілейміз да, уведомление қойып қоямыз. Мынау енді 3 минут қой, сразу келеді. А так біз мысалы 30 минутты қойып қоямыз да, қарап отырамыз. Былайынан үстін тессе, осы жерден точка входа іздеп, асты қарай кіреміз. Астын тессе, точка входа іздеп, үстіне қарай кіреміз, болды. То есть бар атқаратын шаруамыз осы біздің. Осы сияқты келеді. Осы сияқты келу үшін сіз мына индикаторды тіркеп жүктеп алуыңыз керек. Ол индикатор бізде Telegram каналда тұр. Егер сіз YouTube'та көріп отырған болсаңыз, онда описанияда осы каналдың ссылкасы бар, міндетті түрде қосылып алыңыз. Так вот, жалпы трейдингті үйреніп алу оңай. Это то же самое, что машина айдау сияқты ғой. Или там велосипед айдау сияқты. Велосипед айдау оңай. Рульді ұстайсың, қатты ұстамайсың, жай ұстайсың. Потому что қатты ұстасаң дірілдеп қалады. Ақырын ұстайсың. Педальді 1-2 рет басасың. Болды, үйреніп алдың. Жалпы трейдингті, велосипед айдауды үйрену, немесе машина айдауды үйрену болса, ол оңай. Машинаны пуштарпен или там кілтпен от алдырдың, тормозды басып тұрдың, от алдырдың, дыға салдың, тормозды ақырын жібердің де газды басып, рульді етіп жүре бересің. Болды, это нормально. Светофор қойған кезде тормозды басасың, жүретін кезде жаңағы газды басасың, это нормально. Бірақ рульде отырған адам қаншалықты тупой болса, мысалға, жаңағы авария жасайды біреулер, біреулер барып қадалып қалады, құдай сақтасын, семьясымен қырылып қалып жатқандар бар. Оның бәріне ол машинаның жамандығынан емес қой. Мысалға, машинаны трейдинг деп алатын болсақ, біреулер трейдингтен ақша жоғалтып жатыр, біреулер трейдингтен ақша тауып жатыр. Біреулер машинамен жететін жеріне жетіп, келетін жеріне келіп жүр, біреулер машинамен айдап шыққан күн ертесіне қадалып қалып жатыр. Проблема машинада емес, проблема трейдингта емес, проблема сіздің ішіңізде. Мен қазір каждый раз позицияға кіретін кезде мен жаратушымен былай өзім сөйлесе аламын. Так, мен осылай осы күнге дейінгі алған білімді, практикамды бәрін салып, ойлап тұрмын, что баға жоғары кетеді. Егер мен рискке, например, $100 қойып тұрмын, егер осы $100 маған қазір берекесіз болатын болса, онда стопты ала бер. Бере сал біреуге, мұқтаж адам алсын. А егер тейк маған қазір берекелі болса, онда маған тейкті бер. Все. Әрекет, берекет. Біз кейбір кезде сол жаратушының тірлігіне араласып кетеміз ғой. Типа, мен таптым, мен бүгін 5 тейк ұстадым, мен бүгін там бірдеңке істедім деген сияқты. Жоқ.
Сіз емес оны. Сіз просто ниет еттіңіз. Білім, опыт, практика, азаматтың лайф трейді, тағы бірдеңке, сигнал каналдар, соның бәрін ақпаратты алдыңыз да, ниет етіп, әрекет еттіңіз. Стопты қойдыңыз, текті қойдыңыз. Все. А дальше ол стоп бола ма, тек бола ма, ол жаратушының қолында. Поэтому біреудің тіліне араласып кетпеу керек. Все. А как только сен әрекетіңді, өзің білген әрекетіңді жасап, қалғанын оған жібере саласың, уже стоп спокойно қабылдайсың. Вот и все. Так, неше сағаттық таймфрейм дейді. Қиын ғой Азеке дейді. Қиын емес. Планшетке болады, иә. Неше сағаттық таймфрейм дейді. Мынау әшейін просто не ғой? 3 минуттықпен просто көрсете салғам ғой. Уведомление қойыла бере ма бесплатный версияға дейді. Оны білмеймін енді. Оны білмеймін. Негізі әр нәрсенің ақысын беру керек деген әңгімеден шығады ғой. Менде TradingView постоянно платный. Премиум. Постоянно премиум. Бір жылдыққа төлеп қоямын. Білмеймін қанша тұратынын бір жылдығы. Оны қалай көретін еді? Вот, выбрать подписку. Міне, распродажа болып отыр екен. Ал керек болса. Міне, сізге міне қазір көрейік как раз. Уведомление. Міне, $12, $13 төлесеңіз, мысалға, сіз бір уақытта 20 уведомление қоя аласыз. 20. Мен 400 уведомление қоя аламын. Міне, менде премиум. Сіз мынаны алсаңыз болады. Просто әр нәрсенің ақысын беру керек қой. Сіз ақша табуыңыз да, таппауыңыз да осы TradingViewға келіп тіреледі да. Төлеп қоя салу керек. Просто төлеп қоя салу керек. Міне, мен 400 уведомление қоя аламын. Алдым, қойып тастадым. Сіз 20 қоя аласыз. Айлық есептейтін болсақ, $14-15 екен. $15-ың 2 пачка темекі, 2 литр кола, тағы не, бір донер ма? Сондай бірдеңке ғой, примерно бағасы. Разгон депозитке қалай қарайсыз? Бека, құдай қаласа біз понедельниктен бастап сонымен айналысайын деп тұрмыз. Осы не бойынша. Жақсы қараймын. Егер рискті дұрыс сақтай алсаң, болды. Бұл стратегия пропта істеуге бола ма? Бағлан, жоқ. Проппен істейтін болсаңыз, онда ол не? Три касания слом структуры. Ютубта менде несі бар, видеосы бар. Қиындатпау керек екенін түсіндім, Азекеңнен үйреніп жүргенім. Бүгін ана Нұржанның Ернұрға ұрысқан, енді ұрысқан жоқ, былай жазып жатқанын көріп күлкім келді да. Андай сызып тастаған ғой, көп сызық. Менде байқасаңыздар графикта көп сызық жоқ қой. Өйткені қиындатпау керек просто. Три касания слом структуры кірдің. Три касания слом структуры кірдің. Пока бір ай қалдым дейді. Красавчик. Индикатор мында тұр. Мына жерде тұр міне. Міне тұр. Так, оплата бір айдан кейін трейдингвьюда қазір қоса беріңіз. Трейд жасап тауып аласыз. 30 күннен кейін төлейсіз. Әне, пожалуйста. Солға эмоция. Енді спокойно өтеміз пропты. Енді кіріп жатырмыз, запись көре аламыз. Иә, Нұртас, запись жасап жатырмын. 3 касания қай таймфрейм? Мен 15 минутпен жасаймын. Рискке процентпен есептейміз бе дейді. Иә, Азеке мені шығарамыз. Нұртас, сен WhatsApp'та ғой, блогта, иә? Қазір осы сабақ біткеннен қайта жазып жүрші, өтініш. Чтоб мен нетейін. Или мен номерім бар ғой, соған андай прямой звондашы, чтоб мен сені шығарып қояйын. Просто ұмытып қаламын да. Қалай тіркейміз TradingViewға дейді. Енді оны тауып аласыңдар енді жігіттер. Андай чересчур тупой сұрақ қоймаңдар. Гуглға жазасың бүйтіп. Как регистрироваться в TradingView дейсің. Болды. Толып тұр мына жерде. Ютубта да барлық жерде. Звонок барады, иә.
қымбат түсуі мүмкін, бірақ бар. Болмаса неге жазыңыз? Телеграмға жазыңыз, телеграммен сөйлесе берейік. Вот, жалпы осы айтайын деген. Бүгін андай, прям андай болып тұрмын мен. Кайфовый болып тұрмын ше. Лайф трендқа дайындықты айттым, копидринг туралы қысқаша ақпарат бердім, толық ақпарат жазылады мұнда. Миллион табу туралы планымды айттым. Құдай қаласа, жоқ, шәкірт қабылдамаймын. От болып тұрсыз ғой дейді. Анау нормально. Солай болайықшы. Андай кайфовать етіп жүрейікші бүйтіп деп ше. Андай сәл негатив болды ма, сразу блоктап тастау керек екен ғой. Мен кезінде соны ұрысып отыратын едім, түсіндіріп жағдайым ше. Қазір нет. Негатив блок, негатив блок. Көп шеге берме ана химияны. Болды ереке, болды. Трикасанецтің стратегия үлкен таймфреймге анализ жасау қажет пе? Болады, иә. Проблем жоқ. Трикасаненің логикасы былай ғой. Қайта қайта түсіндіре берген де ыңғайсыз екен уже. Трикасанен логикасы былай. Баға жоғарыдан келіп бір түсті мына жерге. Адам организм химия ғой дейді. Трикасанен бар. Мына жақта неде тұр? Ютубта тұр. Күнде новый сериалдар шығатын болған ба? Сосын тағы бір нәрсе. Ютубтан, инстаграмнан, бірдеңкеден көп нелер қарамаңдар. Тренинг туралы видеолар қарамаңдар. Осындай андай. Лудамын болып кеттім, сериалдар, футбол, бірдеңке, сондай нәрсе қараңдар. Артық білім, көп қайғы. Болды, сол жақта көріп аламыз. Иә, міне тұр. Так, міне мынау тұр. Осы 3200 просмотр болыпты уже. Осы 10 мыңға жетіп тастау керек. Осы видеоның ссылкасын алып таратып тастаңдаршы, андай. Мен білем, неше түрлі телеграм каналда отырсыңдар ғой қазір. WhatsApp нелер, группалар ше. Андай трейд қасқырлар, там how USD monster дегендер бар ғой. Соны салып тастаңыздар. Позитивте жүрейік ше, ата уақыт деген зымырап жатыр. Таң атса кеш батады, негативке уақыт бөл. Мен осы туралы осы жақында ғана не көрдім да. ТикТоктан бір видео көріп қалдым, короче, бір қыз айтып отыр да. Сенде жаман күн болған жоқ дейді. Сенде бір жаман 15 минут болды дейді да. Бір целый күнде. И сол 15 минут сен алдың да бір күнге өзің созып тастадың дейді да. То есть полный футболкаң кір емес дейді да. Мына жерге кішкентай кір түсіп еді. Сен соны алып жағып тастадың дейді да футболканы. Примерно сондай ғой. Поэтому по кайфу өмір сүрейік. Болды. Қасқырлардың апаны деп. Әзірге кеше осы 3 касанин анализ жасап, 3 касанин слом күтіп едім, слом болмай байға кете берді. Сондай жағдайда не істеуге болады, бір түсіндіре аласыз ба? Енді просто жібере саласың. Просто жібере саласың. 200 доллармен лайфта 1000-ға жете аламыз ба, сосын копиға? Білмеймін енді оны. Оны нақты білсем айтпайтын едім ғой. Сигнал каналдан слив болып шаршадық. Қандай стратегиямен жұмыс жасаған дұрыс? Бека, смотри. Любой стратегия жұмыс жасайды. Абсолютно любой стратегия. Вообще любой стратегия жұмыс жасайды. Бір ғана нәрсе. Риск сақтау. Болды. Риск сақтау. Көтеніңе қарап жұмыс жасау. То есть, ойлашы, типа, там, не знаю, вот сіздер жұмыс жасайсыздар ғой, 200 доллар, 300 доллар депозит саласыздар. 200 долларының өзі 100 мың теңге, например. 300 долларың 150 мың теңге. 150 мың теңгені сіздер жерден тауып алған жоқсыздар ғой. Бір зарплатаның шетінен қысып қалдыңыздар. Мысалға біздің қыздар болса, ол ана пособиядан алуы мүмкін, тағы бірдеңке. Ақшаны сіздер жерден тауып алған жоқсыздар ғой. Оны еңбекпен сіздер алдыңыздар да. Еңбекпен. И сөйтесіздер да қайдағы бір түрін көрмеген, атын білмейтін вообще біреудің сел деген жерінен селға тыға саласыздар да ақшаны. Как это можно? Мен понять не могу. Это то же самое, что, вот, например, сіз 300 долларыңызды аласыз да, көшеде жүрген бір сыған бере саласыз, болды. Ол еще сізге айтады,
мен қазір саған көбейтіп әкеліп беремін дейді да. Поэтому тренингтен ақша тапқың келсе, риск сақтауды үйрен. Риск сақтауды үйренгің келсе, стоп санауды үйрен. Стоп санауды үйренгің келсе, жаңағы чат GPT или ана роботтың біреуін сатып ал. Сөйт та сонымен жұмыс жаса. Болды. Қашан риск санауды үйренесің, сол кезде барып кез келген стратегиямен жұмыс жасауға болатынына көзің жетеді. Болды. Кез келген стратегия. Тоқанай болсын, жаңағы кім, Рыспендиев, там тағы бірдеңке, тағы бірдеңке, тағы бірдеңке. Бүкіл бәрі, любой бір, даже мен сізге айтсам, 99% жұмыс істейтін стратегия білем десем, ең бірінші сұрақ мынандай болу керек. Стоп қайда қоямын? Бітті. Стоп, бұл не обязательно? Не обязательно $1, $2. Біреулер айтады ғой, ойбай, менің стопым $1 или менің стопым $2. Похуй, $1 бола ма, $2 бола ма? Разница жоқ. Потому что сенің стопың $1 болса, лотың мысалға 0,10 болады. А стопың $2 болса, мысалға 0,7 болуы мүмкін. Но тейк мына жақта тұр ғой, поэтому вообще похуй қай жерге қойсаң да. Стоп өзі екі жағдайда қойылады. Бірінші ол депозитіңді слив жасамай сақтап қалу. Екіншісі сенің стратегия бойынша идеяң дұрыс жасады ма, дұрыс жасаған жоқ па, соған көзің жеткізу. Болды. Просто дұрыс атын айтуға болмайды да, ертең соттап жүрсе бәле ғой. Өзі так жан жақтан сотталып отыр. Сигнал канал былайша айтқанда инвалид боласың, лучше сигнал канал деген нәрсеге жоламау. Иә, бір сделкамен нәтиже шығармаңыз. Бір ай тоқтамай үш кассаны жасай беріңіз, соңында көресіз, статистикаға жұмыс жасаңыз. Трейд менікі емес ол. Стопты $10 қойсам дұрыс па дейді. Енді стопты криптода да санау керек па дейді. Жоқ, стопты любой жерде санау керек. Не обязательно крипта, басқа деген сияқты. Жалпы осы. Айтайын дегенім осы. Так, мынау міне бірінші касание. Мынау просто точка, без ничего. Нұржан Архат, сендер примерно айта аласыңдар ма, қанша скрин жібердіңдер маған? Или жалпы өздерің қанша скрин жасадыңдар? Трейдизидан енді көресіңдер. Шығ, кір деп айта алмаймын. Мынау екінші касание болған жерде это зарождение тренда. Міне осылай. А үшінші касание мынау. Бұл подтверждение тренда. Мынау. Вот осы жерден сіз точка входа іздейсіз да, мына жерден. Іздейсіз да, осылай кіресіз. Так. Комментарийді осылай қарай шығарып қойыңызшы, қазір ютубқа көрсетемін ғой мен. Нотта шамамен 100 шақты скрин бар ау дейді. Алдыңғы екі көп сәтсіз болды деп мойындап, алдын ала айтып жатқаныңызға риза болдым. Ну енді как есть айту керек. Мен де сіздермен андай дәл осы отырған кезде давай деп курс сатып ертең жоқ болып кетейін деп отырған жоқ. Тірлік істеу керек, ақша істеу керек. Еще ол ақшаны дұрысынан істеу керек та. Как есть айтып. Вот, кстати, біріншісін мен айттым ғой жаңағы амаркеста біз депозитіміз өте аз болды деп ше. Сөйтіп біз слив жасап алдық. Разгон. Ол жерде риск қарау, анау мынау деген тема жоқ. Типа давай деген сияқты. Екіншісін XM деген брокерді жасадым. XM. Ол жерде тұрады да спред лақтыра салады жоғары қарай. То есть жұмыс жасау вообще нереально. Бір 2 күн ба 3 күн жасадым, одан кейін уже жасау нереально. Ол қалды. Ол жерде слив болған жоқ, мен просто жасаған жоқ. И мынау қазір үшіншісі, енді бір кішкене ақыл тоқтатып, сақал мұрт қойып деген сияқты. Еще ана бірінші нелерді копи трейдинг жасап жүрген кезде мен ішіп жүргем. Қазір оны да қойдық деген сияқты әңгімелер ғой. Уақыт келеді, опыт жиналады деген сияқты нәрселер. Жалпы алғанда примерно 80-90 төңірегінде жасалған скрин менде дейді. Красавчик. Қанша доллармен көтердіңіз? Иә, XM лақтырады. XNS B-Bookпен жұмыс жасайды. Қазір мен түсіндірейінші, B-Book деген не екен. Мынау осы зумның записін ютубта болсын, басқа жерде болсын көрсеңіздер, біраз ақпарат жатыр ғой негізі.
Сызбаңызшы. Так, менде ашылды. Копий постоянно болады, құдай қаласа. Ақша тауып отсақ тоқтатпаймыз ғой. Жасай береміз оны. Так, биржа мета 4-5. Иә, копиға қанша депозит? Копи $1000. Бля, сыза бермеңдерші. Экснестің спреді оңбаған, бағана сол спред үшін кірмей қойдым сделкаға. Аюдың апандай спред тұр. Так вот, окей, в двух словах дейді. Окей, в двух словах. B-book– это когда брокер не выводит твои сделки на реальный рынок, а держит их внутри у себя. То есть твой убыток– их прибыль, твоя прибыль– их минус. По сути, ты торгуешь против брокера, а не против рынка. Не всегда это плохо. Многие гибриды часть ордеров реально выводят А-бук, часть оставляют у себя Б-бук. Но суть именно такая. Мынандай нәрсе ғой. Ойлашы, сен брокерге қарсы ойнап отырсың да? Брокерға қарсы ойнап отырсың. Ол сенің стопың точно қай жерде тұрғанын біледі. Сенің тейкің қай жерде тұрғанын біледі. Именно поэтому бүйтіп стопыңды бүйтіп түк деп алады да қашып кетеді. Түк деп алады да қашып кетеді. Вот и все. И вот, например, IC Market деген керемет брокер бар. Ол жерге тіркелу деген азап. Ит азап ол жерде. Экснес бар. Былай елге белгілі да. Экснес бар мысалы. Маған ұнаған жоқ. Потому что B-book бар. Ол маған қызық емес. Потому что в любой момент сенің стопыңды алып кете беруі мүмкін. XM-ді көрдік. Робофорекс ол баяғыдан маған ұнамайды. Ол андай тоже әңгіме шыққан, типа двойной немен жұмыс істейді деп. Двойной лицензиямен жұмыс істейді. Енді маған өзіме жеке ұнайтыны ол Амаркетс. Мен де сол ойлағам, қалай менің стопымды кірсем алып кетеді деп. Вот, пожалуйста. Сол үшін андай Роквест, оны вообще білмейді екен. Оны білмейді екен. Сол үшін тексерілген нормальный брокермен жұмыс жасаған дұрыс. Все, жігіттер, нормально отырдық. Сұрақтарыңыз болса тағы да бір 10 минут отырайық. Содан кейін ақырындап жиналайық. Енді кел демек бар, кет демек жоқ дейді. Роквестте өзбектер дейді. Мүмкін. Оны қалай білсе болады, бұл бар ма жоқ па брокерде, көз тиді, дауыс жоқ дейді. Дауыс қайтадан өшіп қалды ма не? 1-2-1-2 1-2-3. Амаркес ссылкасын жіберем, иә, міндетті түрде жіберем. Ол, скорее всего, бір интернеттің бірдеңкесі ғой деймін. Интернеттің бірдеңкесі ғой деймін. Өйткені мен түк ештеңке өзгерткен жоқпын. Қалай тұр, солай тұр. Быжырлап тұр дейді. Білмеймін. Ондай брокерларды білмеймін мен. Өзім білетін ғана брокерларды айттым. Ар жағын енді білмеймін. Все? Болдық па? Норма естілді ма қайттан? Нормально болды ма? Онда сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Прайм дейді. Осы қазір андай прайм эраға келіп жүрмін ғой. Лайфтрейдта қандай таймфреймде болады? Жоқ, Айбек, қайтадан счет ашудың қажеті жоқ. Ана жерде код партнера дейді, соны тіркей саласың болды. Зум, иә, сақталып жатыр. Зум сақталып жатыр, иә. Сақталып жатыр. Лайфтрейдта қандай таймфреймде болады дейді. Азы сұрағын түсінбедім.
амарсқа тіркелген қиын болмай ма дейді. Жоқ, қиын емес. Азеке $200 болмаса лайфқа қатыса алмаймыз ба дейді. Қатыса аласың. Оның ссылкасы осы жерге түседі, осы жерге жіберемін, тура осы сияқты бәрі қатыса береді. Просто құр қарап отырасың да. Бұл причем ешқандай рөл ойнамай ма? Жоқ, ешқандай рөл ойнамайды. Депозит аз кезде ойнауы мүмкін, былай нормальный кезде ойнамайды. Азеке сонымен итог лайфтрейд через Zoom болып тұра ма или Telegram жазып болып тұрасың ба? Через Zoom болып тұрады. Телеграмға жазып отырам деп айта алмаймын. Өйткені ол андай өте жылдам болады да, мен үлгере алмай қалуым мүмкін. Егер көріп қалсам, мынау сияқты болып көріп қалсам, айтуым мүмкін. Но не всегда. В основном осы неде, зумда болып тұрады. Итог. Сіз қандай уақытта торговать етесіз? Қолым тисе торговать ете беремін. Андай Азияны өткізіп, Лондонды жіберіп деген әңгіме жоқ менде. Мен XN80-де тұрақты табыс ештеңе жасай алмайтын едім. Сұрағыма жауап ал. Өйткені мынандай да, біз жаңа бір жігітпен сөйлескенбіз жекеде. Сол кезде телеграмға жазып отырайын, Азеке кішкене осы көмегім болар. Конечно, сұрақтар болса көріп қалсаң, соны установка жасау, анау мынау деген жерін көмектесіп отырсаң жақсы болатын еді. Байқасаңыздар, кейін кезде торговать ету қиын болып кетті да. И поэтому андай ұзақ уақытқа бір не қою қиын. То есть телеграм чатта өзім отырамын, иә. В основном өзім отырамын. Сұрақтарға өзім жауап беріп отырамын. В основном. Бір арасында бір архат көмектесуі мүмкін, Нұржандар келуі мүмкін. Өйткені енді сіздер көбейдіңіздер ғой. Алдында бір 200-300 адам кезде өзім отыра беретінмін спокойно. Практически каждыйыңызды жеке танып. А қазір уже 1000 адам болғаннан кейін уже кәдімгідей адам. Так. Все, жігіттер, қыздар, мен кішкене шаршадым. 1,5 сағат отырдық. Қазір мен записін салам. Айтқанымдай, лайфтрейдқа дайындықты айттым. Қорытындылайық. Лайфтрейдқа дайындық болу үшін сіз амаршқа тіркелуіңіз керек, $200 салуыңыз керек. Тіркелмесеңіз де, салмасаңыз да сіз лайфтрейдқа қатысасыз. Қатыса бересіз, отыра бересіз. Просто тиын таппайсыз да, просто қарап отырасыз. Біз табамыз, сіз таппайсыз деген сияқты. Вот все. Потом жаңағы мен берген индикаторды тіркеп, настройкасын жасап қою керек. И лот санауды бір ретке келтіру керек. Или чатботпен, или жаңағы робот сатып алып деген сияқты. Вот сол моментті жөндеп қою керек. Роботты қалай настройка деген сұрақтарыңыз болса, мына именно осы роботтың астына жазыңыз, автоматты түрде лот есептейтін роботтың астында уже құдай қаласа сізге жаңағы Нұржан болсын, Архат болсын, Ернұр, Рысбек, Сымбат, Гүлбақыт, осы 5-6 адам менде қазір оқып отыр. Солар сіздерге уақыты болса көмектесіп отырады. Оны айт. Копи трейдинг туралы қысқаша ақпарат айттым. Минимально $1000 болу керек. Bir айда примерно бірге бір жасағым келіп тұр. Таза табысты 50-50 бөлеміз деп айттым. Және бұл трейдинг болғаннан кейін неше түрлі нәрсе болуы мүмкін, риск болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Міндетті түрде соған мән беріңіздер. Және үшіншісі, менің миллион табу планым сол. Лайфтрейд арқылы өзімнің білімді көрсету, өзімнің стратегиямды көрсету. Содан кейін сол арқылы жаңағы копи трейдингқа шақыру, копи трейдингте 100-200 адам жинап $1000-дан. И соған ай сайын ақырындап ақша тауып отыру. Вот и все. Ендеше мен ойлаймын, бүгінгі зум сіздерге пайдалы болды деп. Пайдалы болса, жалпы қайырлы түн тілеп деген сияқты бір ахаху сахаху деп қойсаңыздар, мен көңілім орнына келіп, жақсы болып, бүгін ұйықтайын. Ертең ар күн жақсылап демалыңыздар, миларыңызды тынықтырыңыздар. Понедельник, құдай қаласа, Қазақстан уақыты бойынша ертерек бастап кетуге тырысамыз. Лайфтрейдта каждый жарты сағат сайын немесе 1 сағат сайын просто группаға жаңағы зумға бір қарап қойсаңыз, сол кезде андай нелер болса,
точка входылар болса біз кіреміз, болмаса кірмейміз. Вот и все. Так, осы инфоны толық айтатын кім бар, соңынан кірдім, кеше чатқа қосылдым дейді. Запись сақтап отырмыз. Жақсы жайлы тұрыңыз дейді. Рахмет, рахмет. Все, жақсы. Қайырлы түн. Сау болыңыздар. Ал кім ютубтан көріп отыр, онда описаниеда ссылка бар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Gold Prime канал. Ешқандай VIP жоқ. Осының өзі VIP. Считайте, что басқа каналдардың бәрі простой канал болды да, и сіздер VIP-қа келдік деп есептеңіздер. Все. Жақсы. Қайырлы түн. Сау болыңыздар.